Ассалаумағалейкум. Бұл бейнеде үйіңізге автоматтарды дұрыс таңдау тәсілін үйрететін боламыз. Керекті формулаларды жазамыз, түсіндіреміз. Арнаға лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Өте маңызды, керекті ақпараттар деп ойлаймыз. Бірінші теориялық бейне бұл. Бірінші бізге тоқ деген, одан кейін кернеу, осы физикалық көрсеткіштер арқылы біз қазір формула жасаймыз. Одан кейін қуат. Дәл осы үшеуі бізге қажет. Бұған енді физикалық формулалар қуатты табу үшін кернеу менен тоқты көбейтеміз. Одан кейін тоқты табу үшін қуат көзін бөлеміз кернеуге. Ал енді бізге кір жуатын машина. Кір жуатын машинаға автомат қалай таңдаймыз? Бірінші қуатын анықтап алу үшін біз не істейміз? Қуат тең болады, бізде кернеу 220. Көбейтеміз. Тоқты қалай таңдаймыз? Табамыз. Әрбір электриктің қолында құрал осындай құрылғы болу қажет. Осы арқылы біз тоқты табамыз делік. Мысалға, бұл кір жуатын машина 12 ампер қолданылады. Ал енді осы 12 амперді екеуін көбейтеміз. Бізде шығады 2640 шығады. Бұл ватт. Ал енді бұл не үшін таңдадық? Осы монтаж жасағанда кір жуатын машинаға тағы да розеткалар қосылған жағдайда осы қуат көздері қосылып бір автомат таңдалады. Ал егер бұл кір жуатын машина жеке автоматтық группа болатын болса, жеке жүргізілген болатын болса, біз осы көрсеткіш бойынша автомат таңдай береміз. Мысалға, 10-дық бізге азды болады, 16 амперлік автомат таңдаймыз. 16 амперлік автомат таңдағаннан кейін бұған біз кабельдік сечение ВВГ. ВВГ ол негізі медный. НГ. Мыстан жасалған. 3 деген фаза 0 және де жерлендіру сечениесі болады. 2,5. Розетка группаға 2,5-дық кабель жүргізілді. Мінекей осылай біз стиральный жаңағыдай кір жуатын машинаға автомат таңдадық, және де кабельдік сечение таңдадық, және де қуатын да білеміз. Ал енді біз электроплитаға көшейік. Электроплита бізде бүкіл электроплитаны қосқанда, төртеуін қосқанда бізге әр плита әртүрлі. Мысалға, біз 7000 ватт алайық. Бұл қуат. Ал енді оны бөлеміз 220-ға. Бұл 7000 өзінің жаңағыдай сатып алған кездерінде бір қағаздарында, бір жерлерінде жазылуы тиіс. 7000-ді бөлдік 220, кернеу 220. Бізге шығады 31,8 ампер шығады. Бұған енді 16-лық ампер емес, 25-лік ампер емес. Бұған қосылу керек 32-лік ампер. Мысалға, осындай 32-лік ампер орнатқанда электроплитаға. Енді бұған сечение, кабель сечениесі қандай таңдалады? Бұған да ВВГ, НГ, кабельдік сечение 3,6-лық таңдалады. Бұл электроплитаға арналған кабельдік сечениесі. Негізінде 2,6 деген де бар, 2,5 деген де бар. Мұнда негізінде фаза және де 0 ғана көрсетіледі. Ал
керекті заземление болмайды. Мысалға, стиральный машинаға заземление қажет, аристондарға заземление қажет. Сондықтан да біз 3-те 2,5 аламыз, 3-те 6 аламыз. Сол сияқты негізінде кабель алғанда 3 жылалық кабель алып заземление жасағандарыңызға жөн болады. Міне осы екі формула арқылы керекті автоматтар таңдаймыз, керекті сечениялар таңдаймыз. Видеоны ұнаған болатын болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Келешекте тағы да осындай пайдалы ақпараттар болады деп үміттенемін. Бұл пайдалы ақпарат деп ойлаймын. Жақсы, рахмет назарларыңызға.